Endi bizde planlar bitdi. Planlardan keyin bizde razvedka жасалады. Razvedkаны жасау үшін бізге мындай дизайн керек. Дизайн визуализатордан келеді. Осы бөлмені қазір сіздерге сызып көрсететін боламын. Так, ол үшін біз архикадқа кіреміз да, мына жерде сол жағында проекция деген вкладканың ішінде инструмент развертка деген бар, соны басамыз. Сөйтіп мына жерден высотасын, бөлменің высотасын жазамыз. Бізде бөлме 3800, бөлменің атауын жазамыз. Гостиная. Сосын параметріне кіреміз. Мына жақта бізде қандай параметрлер тұру керек. Number, гостиная, неограниченная, сосын высота ограниченная, высота потолка. Так, маркерде бізде индивидуаль для каждой развертки. Высота 4,5. Любой цвет. Менде енді қызыл. Стиль текстада ISO купюр высота 1. Бірінші цвет высотасы 1,80. Енді сіздер турлайсыздар. Может 1,5, может 2 қыласыздар. Көресіздер. Сөйтіп окей деп сызамыз. Енді мына стенадан бастайық. Бұл стена бізде мына жерден басталды. Былай алып келіп сызамыз. Мына жерге дейін жасайық. 2 рет басып тартамын. Міне. Жаңа высота мынау ғой, 1-дің шрифтісі. Енді бұл бізде түседі. Егер мынандай 4 бұрыш бөлме болатын болса, разведканы басып, мына 4 бұрышты басып, атын жазып, бұлай тартасаңыздар да болады. Жалпы айтып жатқан ғой. Енді так, бұл бізде бір карта проекттаға кіреміз. Сөйтіп развертки деген жабық тұрады. Осыны ашамыз. Сөйтіп мына гостиная деген мұны менің қазір істегенім. Біріншісіне кіреміз. Міне қараңыздар. Екіншісі, үшіншісі, төртіншісі. Так. 1, 2, 3, 4. Бір деген бізде мынау болу керек. Значит, 1, 3, 4. Гостиная, мынау ғой. Болды енді. Бұл жерде бізде мебель қойылған. Мынандай мебельдер, есіктерді түсіндіремін қазір. Бізде пока жоқ деп есептейміз. Енді слойларды ашамыз. Ctrl-L-ді басамыз. Потолокты ашамыз. Плинтусты қойдық. Плинтусты ашамыз. Біз барлығын 3D модель ретінде перекрытие қабырға ретінде сыздық. Сондықтан бізде разведкада олардың барлығы сразу көрініп шығады. Розетка, выключатель, настенное освещение. Бұралар болатын болса, оларды тоже көрсетеміз. Извиняюсь, звондап қалды. Енді жаңалап жүрді. Қайда кетті? Потолок. Мен оларды көшіріп алып келмедім ғой. Сіздерде мынандай болып тұрады. Мыналар сіздерде жоқ. Мен қазір бұларды Ctrl-Z. Мыналар сіздерде жоқ. Так. Мынау жоқ. Қазір өшіріп аласың. Полный. Выноска траверсный шкаф. И ножик. Болды. Енді жаңа плинтус, ножик сосын. Плинтус, потолок, розетка, выключательдерді көрсеттік. Енді олар бізде пайда болды. Енді дизайнды ашамыз. Дизайнда бізде мынандай дизайн. 2 шкаф, міне 2 шкаф. Мен уже на шкафтың параметрлерін турлап қойғанмын. Сіздерде солай турласаңыздар болады. Аның үстіңгі жағын үлкейтіп, 2 есік ұқсайтын қойып жасадым. Енді бізге мынандай гипсокартоннан жасалады. Мынандай полка жасау керек. Үстінде камині бар. Сосын одан кейін бізде гипсокартоннан телевизорға ниша жасалады. Енді аның артын полный каменный панель немесе Onyx панель деп айтады. Керамогранит жасауға да болады. Сондай
көрсетіліпті. Покраска есіктің үстінде MDF панельдері бар. Оны қалай жасақ болады? Мынаны просто есік таңдаймыз да, наличникке кіреміз да, наличникке кіреміз. Үстіңгі наличнигін көбейте саламыз. Сонда бізде осындай панель өсе қалады. Сосын егер де бізде коронасы болатын болса, мысалға мынандай проекттедегідей мынандай есік болатын болса, оны қалай жасаймыз? Мынаны аламыз, есікті параметріне кіреміз. Наличник, бірақ наружный наличниктің высотасын, допустим, 300 и простой с выступом деген бар. Осыны бассақ, көріңіздер, үстінде наличник шығып барып, мынандай болып шығып барып, высотасы 300 болып тұра қалды. Мынаған ұқсатып жасаймыз да, енді прям один в один болу шарт емес. Сөйтіп жасаймыз. Енді бұл қажет емес бізде қазір. Енді дизайнды ашамыз. Мына дизайн. Бұны қалай жасаймыз? Біз бірінші давайте мына нишаны тұрғызып алайық. Бұл уже монтажный планда да керек болады. Сол үшін бұл енді ең қиындарының бірі, сразу осыдан көрсетіп жатырмын, что кейін басқа бөлмелер негізі оңай. Оны аламыз. Қай жерде? Мысалы, мына тумбаның өлшемімен, тумба емес даже, мына өлшемде болу керек. Енді стенаны таңдаймыз. Стенаның высотасы, так, пока тұра берсін, толщинасын 50 дейміз да. Телевизордың ортасынан 1000 қашамыз. Примерно 2 метр ғой. Сонда біз телевизордың ортасынан 1000 қашамыз, былай қашамыз. Сосын мынаны созамыз, тағы 2000 болады. Сонда сөйтіп қосамыз. Енді бірақ бізден углдары скругленный, қарасаңыздар. Чуть қисық болып қалды. Так, былай қарай, допустим, 150. Былай қарай, 150. Арасын қосамыз. Мынаны өшіреміз. Мынаны өшіреміз. Мынаны қысқартамыз. Мынаны қысқартамыз. Түсіндіңіздер ме не істедім? Просто былай бір бұрышын кесіп тастадым да, мына екеуін соған дейін қысқарта салдым. Енді бүйтіп бұны мына жерде скругление деген бар, криволинейное ребро. Біз 150 қаштық, значит радиусы 150. Міне осыны көшіріп үстіне қоямыз да, телевизордың ортасынан отзеркалить етеміз. Сөйтіп мына екеуін контурлды не істедім? Контурлды басып тұрып, артық қабырғаны бассақ, өзі кесіле салады артыға. Вот енді мынау үстіндегісін жасадық. Енді высотасын дорлаймыз. Гостиныйдың жаңағы разъеткаға кіреміз да. Ол қайда кетті? Бірінші гостиная. Қандай слойда тұр? Стены несущие де тұр. Бұл неге көрінбей тұр? Роль высотасы 1200. Высотасы 1200. Шейдадан қарайып. Міне мынау тұрған міне. Мына жақта көрініп тұр екен. Гостиная. Мынауға міне бәсе. Енді осылардың shiftпен басып барлығын таңдаймыз да, высотасын реттейміз. Высотасы бізде от пола 20 см болса, 30 см болса, от пола 500 дейміз. И высотасы 3000 потолокқа дейін ғой. 3800 болса, мына жақ 100 потолок түседі. Сөйтіп 3700 болады. 3700-ден 500
3200 болады. Осындай жаңағы делерді ашып алайық. Потолок. Дұрыс. Потолокты көрінбей тұр. Мен ар жаққа сызып қойдым ғой. Мына жаққа сызып көрсетейін сіздерге. Міне пайда болды. Без замены. Контур. Өйстіп нелер өшіп кете береді. Слойлашы айта ашып отыру керек болады. Бұл енді ақиқаттың сондай ерекшелігі. Розетка, выключатель и настенное освещение. Енді біз мынаны ашып алдық. Сосын қараймыз. Мыналар бізде бұл не вообще? Дұрыс. Бұлда 500. 3200. Менде камин ретінде қойғаным ғой. Камин болған кезде розетка қосымша керек. Мына жерге былай қоясыздар. Мынандай. Туған розетка. Мынандай электрокамин деп H300-ге спец деп қызыл қылып тағы бір ойып тастайсыздар. 300 высотада камин болатын болса, мынау каминнің рөлін ойнап тұр менде. Енді астында мынандай полкасы бар, екі шкафтың арасында. Оны да солай қазір қабырғамен жасаймыз. Қабырғаны таңдаймыз. Бұл жерде уже высотасы 200, толщинасы 300 и шкафтың арасын былай қосамыз. Қараймыз. Не болды? Міне астында пайда болды. Мына жақта пайда болды. Енді бізде мына нишанды жасаған кезде телевизор гипсокартонға негізі нежелательно қатырылған. Өткен артында итак кирпичный стена тұр. Сразу кирпичке қатырған дұрыс болады. Сол үшін мына гипсокартон жасаған кезде ортасында телевизор тұратын жерде ниша тастап кетеміз. Мына жерде төртбұрыш қып. Оны қалай жасаймыз? Кіреміз. Мына жерде бізде инструмент проем деген бар, отверстие деген бар. Осын басамыз. Төртбұрыш. Высотасы 500-ге 500 размерлері. И мына жаңағы қабырғамызға әкеп қоямыз. Енді 3D-ға барып мебельді өшіретін болсақ, анау жаңағы қайда кетті? Мынау что-то көрінбей тұр. Міне. Енді высотасын торлаймыз бұның. Высотасы қай жерде тұр қараймыз. Не кіреміз да телевизорды үстіге көтере тұрайық пока что. Проем, тура розетка проемның ортасында тұру керек. Яғни мынау бізде розетка бізде 1400-де тұр ғой. Телевизор 1200-де тұрады. Телевизор 1200-де тұрады. Үстіге қарай 1200 центрі. И ойнап айтам. Мынау Мынау розетканың ортасында емес, телевизордың ортасында тұрады. Так. Бұл дегеніміз, мынаның ортасын ұстаймыз да. Төменге түсірсек, 1400-ге 200-ге түсеміз. Енді 3D-ға F3-ті басып көрін. Мынандай проем пайда болды. Бұл бізде телевизордың кронштейні, жаңағы розеткасы бәрі тұру үшін. Енді астына полкасын жасадық, мынаны жасадық. Енді мынандай панель жасадық. Оны қалай жасаймыз? Стенамен жасасақ болады, немесе морфпен жасасақ болады. Морфпен қиын формадағыларды жасауға болады. Мысалы, морфпен бүйтіп сызасыз. Андай сызып кете бересіз. Бірақ бұл морф қазір тура қалай көрсетсем. Так, Ctrl-L мебельді ашайық. Морфты қай жерден, розетканы қай жерден қойдыңыз, сол жерден сызылады. Бұны бүйтіп алып выдавить етіп 20 сантиметрге басып, сосын қабырғаға тақап қоясыз. Морф болса. Морф емес, қабырғамен сызуға болады. Қабырғамен сызған тез. Қабырғаны аласыз, мебельге лақтырасыз слойын. Толщинасын 20 дейсіз. Сосын параметрға кіресті, модель дегенге кіресті. Үшеуінде басылып тұру керек. Үшеуін басасыз, қандай мынау? Жасыл тас. Кіресті камин деп қоясыз, поисққа. Камин жасыл жоқ екен.
Онда аламыз да любой бір каминді алып қоя саламыз. Немесе краскаға қояйық. Краска деп. Давайте камин қоя берейік. Каминнің мынандай ақшыл түсін таңдап, окей дейміз да. Ол бізде мынандай ұзын. Қандай? Мынаның астында бар, мына жерде бар. Иә. Мындай ұзын. Қараймыз. Енді толщинасы 3700, высотасы. Міне, сызылды камин болып. Енді бірақ сіздер кейін мына жерге сызып, высотасын мынандай қылып, потом мынандай қылып үзіп сызып, кейін точный квадратурасын шығарсаңыздар болады. Мен енді тестеу үшін сплошной қылып сыза салдым. Енді мынаны да мына стенаны сызып қойып, оны да камин қылып қоя тастайық. Камин керамогранит и камині бар. Мынау камин бізде. Енді мына жақта біткен сияқты. Енді осыған просто размер қойып шығамыз. Мына жақта мына жаққа көрінбей тұр. Іздейміз, қай жаққа жіберген оны. Міне, мына жақта бір панель тұр. Міне, мына ғой, міне. Мына жерде бір панель. Неге жалпы мынаның бәрі панель ғой. Мына жерде латунь, мынаның бәрі панель, мынаның бәрі панель. Скорее всего, бұл бамбук панель ғой. Немесе бамбук панель болмаса, бұл шпон панель, мына жағы МДФ панель. Но, скорее всего, қазір бұның бәрі бамбук панельден жасалады. Қазір енді осы панельді сызамыз. Мына жерін бөлек, мына жерін бөлек сызамыздан латуньдарын штриховкамен сыза саламыз. Так, аламыз, мына жаққа кіреміз да, мына жерде тұр, мына жерде. Стенаны таңдаймыз жаңа параметрмен. Бірінші жағы бізде просто краска болады, ақ. Где-то 400 ба? Я 400 примерно сондай. 400 дейміз. Мына бетінде 400. Сосын арасын қосамыз. 400 и мына жермен кіреміз. Ctrl-L-ді басып, мейбірлінкін мынаны 2 деп өзгертейік сонда. Мыналар бір-біріне әсер етпейді. Қараймыз. Қайда кетті? F3-ті басып қараймыз. Мына жерде амын высотасы басып қапты. Shift-ті басып жылжытып атым. Так. Высотасы 3700. Но бізде уже дерево болады. Дерево. Міне осындай. Сәлі не екен? Мыналар 500 сияқты ғой. Жылжытамыз. Мынаны басамыз. 500. Мынау кішірейеді. Мынау үлкейеді. 500. Мынау кішірейеді. Енді мынау еще бізде обналичкадан қашамыз ғой. Мына обналичка береместейді. Обналичкаға әкеп қоямыз. Сонда мынау тағы кішірейеді. Мына жерге дейін. Ол енді штриховканы басамыз. Мебельге көшіреміз. Латунь деген штриховка бар өзі. Соны басамыз. Цветі оранжевый. Мынандай цвет қалсылайық. Ортасына өткен. Ортасынан былай қарай 30. И екеу ғой. Осындай сосын екі шетінде 20-20-дан бар екен. Көшіреміз, не қап келеміз. Қойып ғой. Осыны алып кеп мына жаққа қоя саламыз. Болды. Енді біз размер беріп шығуымыз керек. Размер басамыз, мебель деген слойға көшіреміз. Сөйтіп, мына панельдердің әрқайсысына размер беріп шығамыз. Сосын мынандайларға береміз, мебельдерге береміз. Ой, басынан. Мебельдерге, есіктің проемдарына, панельдерге
басып, контролды басып тұрып қоссақ, жаңа жерден қосып береді. Мынаны бүйтіп жылжытамыз. Обналичканың тұсына. Енді мына жерге де размер беруіміз керек. Осылай бүйтіп қоямыз. Енді бізде мына жерде ниша жасадық қой, нишаны біз көрсетуіміз керек. Ол телевизордың артында қалып кетті. Төбеге көтере тұрамыз да, линияны басамыз да, мебельге көшіреміз. Сөйтіп цветін көк қыламыз, короткий штриховый қыламыз да, төрт бұрыш қылып мынаны сызамыз. Сөйтіп мынаны қайтып 1400-ге, 1200-ге, то есть 1200-ге қоямыз. Вот сонда мына телевизордың артында ниша бар екен, көрініп тұр. Енді не бар тағы бізде, не бар? Высотасын мына жерде жалпы көрсетіп қойғанмын развертке. Оны қалай жасаймыз? Ол назад қой, развертке таңдаймыз, параметріне кіреміз. И бізде уровни этажей деген бар. Осыған кіріп, бізде параметрлер осындай тұру керек. Мына жерде галочка, единое перо маркера, 2 встроенный маркер этажа деп осылай қойсақ 0-ді и потолоктың высотасын өзі көрсетіп шығады. Енді біз вынеска деп қойып, показать слой десек. Осындай вынеска қоямыз. Менде мынау тұр, енді мынаны өшіре салайын. И слойын мебельге көшіреміз. Мебельге көшіреміз да. Сосын тағы бір нәрсе бар. Телевизорды ашайық. Телевизорды қарасаңыздар, мына жағында подсветка бар. Подсветканы басамыз да, цветін қызыл қыламыз. Былай қарай 50, андаңдаймыз, былай қарай 50, и мынандай қылып сызамыз. Былай қарай 50, мынандай қылып сызамыз. Подсветка болатын жерлерді осылай қызылмен көрсетіп қойсақ, дұрыс болады, чтобы мастерлер ұмытып кетпеу үшін. Астында жоқ екен. Болды. Енді вынескамен каждый материал жазып шығамыз. Мынау бұл бізде керамогранит деп жазайық. Кейін клиенттер өздері әртүрлі тасқа ұқсайтын панельдерден жасай береді. Немесе панель Onyx деп жазып қойсаңыздар да болады. Сосын мынаны углдарын домалақтаймыз деп жазамыз. Скругление углов ағылшынша R 150 мм. Мынау бізде бамбук панель. Мынау бізде латунь. Қабырғада тұратын болса, Т-образный болады көбінесе. Т-образный. Потолокта болса, П-образный пластина дейтіндер болады. Сөйтіп 20 мм. Мынаусы 30. Енді бұл жақта болды. Енді размер, общий размер біреу береміз еще. Сосын қызыл қылып мына есіктен розеткілердің размерлерін беріп шығамыз. Розеткінің ортасынан ұстау керек. Ортасынан ұстадым. Былай қарай. Розеткені қалай көрсеттім? Торсайма телевизор көтердім да, сызықпен сызып шықтым үстінше. Сөйтіп сызықпен сызылғаннан кейін үстінде көрініп тұра береді. Басқа да әдістері бар, өздеріңіз іздесеңіздер болады. Маған осылай тез жасаған ми ашымайды. Бұл стенада бізде жалпы болды. Негізі кейін покрасканы есептеп шығуымыз керек болды. Кейін көрсетемін қалай жасайтын. Покрасканы негізі қолмен есептеймін. Басқа тез істейтін әдістер бар. Оны пока өзім жасаған жоқпын. Жасасам отдельный видео салатын боламын. Ар жақта енді оңай, бізде тоже самое ниша болады. Панель біраз бар. Ол бізде ар жақта бізде просто штораның артында ештеңе жоқ, поэтому просто бір размер қойдым, ештеңе жоқ бұл жерде. Ар жақта мен енді штриховкамен сызған, бұл жақта
стенамен тұрғызған жоқпын, асығыс болғандықтан. Бұра, міне бұраны осылай көрсетеміз, отдельно размерін көрсетеміз. Розеткілер, панельдер, панельді осылай көрсеткем. Мына жер бізде МДФ панель, мына мебельмен жасаймыз. Мынандай көрдіңіз бе? Кеп, мындайына қолмен жасаған. Бұны гипсокартонмен шығаруға болады, МДФ-пен де шығаруға болады. Клиенттер өздері көреді енді. Мен бұны МДФ панель деп жазып кеттім. Мына жерде негізі мынау қате болып саналады. Мынаны жасау қиын. Нальчиканың тұсынан подсветка жүргізген. Ондайды мен бірінші рет көрдім. Негізі бұл визуализатордың қателігі. Енді реализациясы қалай болады? Оның реализациясы визда жасаған қателік бұл. Сондайларды визуализаторға айтып отырасыздар, мынаны ертең қалай жасаймыз деген сияқты. Оны торлап кеткен дұрыс. Енді амал жоқ. Мына жерде енді панель жабыстырып, есікті чуть-чуть бері шығарып, наличник өтірік ұқсайтын МДФ-тен наличник жасап, подсветка жасайды енді. Амал жоқ. Подсветканың орнын көрсетіп кеттім. Жалпы солай. Мына жақта мысалға уже стенамен тұрғызылған, мына бәрі стена, зеркальный панель, мына декор панель, бұл мына жер. Мына жер мынау. Просто размерлері ешқандай қиын нәрсе жоқ.